Бүгінгі біздің тақырыбымыз есімше. Есімшенің сөйлемдегі қызметі, есімшенің жұрнақтары жайлы болмақ. Ал енді есімше дегеніміз не? Соған тоқтала кетейін. Есімше бірде есім сөздің, бірде етістіктің қызметін атқаратын етістіктің түрі. Есімше есімдерше түрленіп, септеліп, тәуелденіп, көптеліп, есім қызметін атқарады. Есімше жіктеліп, етістік қызметін атқарады. Ал енді келесі кезекті есімшенің жұрнақтарына берейік. Ған, ген, қан, кен. Мысалы, алған, келген. Ар, ер, ры. Болымсыз етістікке с жұрнағы жалғану арқылы. Мысалы, барар, жүрер, оқымас. Атын, етін, итін, итін. Мысалы, жазатын, өретін. Мақ, мек, пақ, пек, бақ, бек. Мысалы, бармақ. Ал енді есімшенің есімдерше тәуелденіп, есім сөздің қызметін атқаруына мән берейік. Бірінші жақта жекеше түрінде айтқаным, екінші жағында айтқаның, айтқаныңыз, үшінші жағында айтқаны. Келесі айтарым, бірінші жағында, екінші жағында айтарың, сыпайы түрінде айтарыңыз, үшінші жағында айтары. Келесі кезекте бірінші жақта айтатыным, екінші жақта айтатының, сыпайы түрінде айтатыныңыз, үшінші жақта айтатыны. Көпше түріне келетін болсақ, бірінші жақта айтқанымыз, екінші жақта айтқандарың, үшінші жақта айтқандары, сыпайы түрінде айтқандарыңыз. Келесі бірінші жақта айтарымыз, екінші жақта айтарларың, сыпайы түрінде айтарларыңыз, үшінші жағында айтарлары. Келесі айтатынымыз, бірінші жақта, екінші жақта айтатындарың, сыпайы түрінде айтатындарыңыз, үшінші жақта айтатындары. Ал енді есімшенің есімдерше септеліп, есім сөздің қызметін атқаруына тоқталайық. Атау септігінде айтқан, айтар, айтатын болса, ілік септігінде айтқанның, айтардың, айтатынның. Барыс септігінде айтқанға, айтарға, айтатынға. Табыс септігінде айтқанды, айтарды, айтатынды. Жат септігінде айтқанда, айтарда, айтатында. Шығыс септігінде айтқаннан, айтардан, айтатыннан. Көмектес септігінде айтқанмен, айтар сөзі көмектес септігінде септелмейді. Кейін айтатынмен. Есімшенің жіктеліп етістіктің қызметін атқаруына тоқталайық. Жекеше жағдайында бірінші жақта алғанмын, алармын, алатынмын, алмақпын болады. Екінші жақта алғансың, алғансыз, аларсың, аларсыз, алатынсың, алатынсыз, алмақсың, алмақсыз болады. Үшінші жақта алған, алар, алатын, алмақ болады. Ал енді есімшенің жіктеліп етістік қызметін атқаруының көпше түр жағдайында қалай болады? Назар салайық. Бірінші жағында алғанбыз, алармыз, алатынбыз, алмақпыз болады. Екінші жағында алғансыңдар, алғансыздар, аларсыңдар, аларсыздар, алатынсыңдар, алатынсыздар, алмақсыңдар, алмақсыздар болады. Үшінші жағында алған, алар, алатын, алмақ болады. Есімшенің сөйлемдегі қызметіне тоқталайық. Анықтауыш болатын жағдай. Есімше зат есіммен тіркесіп, немесе ілік септігінде тұрып анықтауыш болады. Мысалы, болатын бала бесігінде бұлқынар. Адасқанның айыбы жоқ. Айтар сөзіңді айтып қал. Болатын, адасқанның айтар сөздері сөйлемде анықтауыш қызметін атқарып тұр. Есімше қай жағдайда бастауыш болады? Есімше сөйлемде атау септігінде тұрып бастауыш болады. Мысалы, оқыған білімді болады. Көрмес, түйені де көрмес. Бітіргендер сыртқа шықты. Осы сөйлемдерде оқыған, көрмес, бітіргендер сөздері бастауыш қызметінде тұр. Есімше атау мен ілік септіктерінен басқа септіктер тұлғасында заттанып қолданылса,
толықтауыш болады. Мысалы, сөзді тыңдайтынға айт. Естігенді ұмытпасқа 4 түрлі себеп бар. Оны атарға оқ таппады. Бұл сөйлемдерде тыңдайтынға, естігенді ұмытпасқа, атарға сөздері есімшенің толықтауыш қызметін атқарып тұр. Есімше қай кезде пысықтауыш болады? Есімше барыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктерінде келіп, немесе көмекші есіммен септеулік шылаулармен тіркесіп пысықтауыш болады. Мысалы, оны көрген сайын баласы есіне түседі. Мен оны көргенде таң қалдым. Мен үйге барғанға дейін кітап оқыдым. Бұл сөйлемдерде көрген сайын, көргенде, барғанға дейін сөздері пысықтауыш қызметінде тұр. Ал енді есімше қай кезде баяндауыш болады? Есімше жіктеліп келіп сөйлемде баяндауыш болады. Мысалы, адал кісі армас, сыпайы сырын сақтар, мен қалаға ертең барармын. Мен қалаға кеше барғанмын. Бұл сөйлемдерде армас, сақтар, барармын, барғанмын сөздері баяндауыш қызметінде тұр. Бүгінгі тақырып түсінікті болса, лүпіл қалдырып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Арнаға жазылып алыңыз.